Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. Нағыз сырбаз жігіттер. 3-ші бөлім. Менің ойымша осындай сұлу қызды биге шақырмау жігіттікке жараспайды. 익숙한 향기 나네요. 그댈 스쳤던 바람이 지금 내 곁을 지나가나 봐요. Үйсіз көріп тұрған жоқпын ба? Сондай бақыттымын. Ұшып жүрген сияқтымын. Мүмкін аяғымды басуды қоятын шығарсың. Бірден адам танымастай өзгеріп шыға келді. Сохионның қолынан келмейтіні жоқ. Келесі көрмеге Чандиді шақырамын ау. Мынау не? Көмектесіңдер! Жоқ!
Көмектесіңдер! Құлап кетті! Күн чемпион құлап кетті! Бассейнге құлап кетті! Болыңдар! Не болды оған? Мүмкін емес. Не? Басқаны білмеймін, бірақ күн чемпион мүлдем жүзе алмайды. Жүмпе, есіңді жи демей, көзіңді аш. Қане тыныс ал, Жүмпе. Ей! Көзіңді аш деймін, Жүмпе. Бол тез. Қалай? Сен? Сен шынымен де ұятсыз екенсің. Оңбаған, арсыз! Кешіріңіз, қошайын. Кешіріңіз, тағы да дайындап әкелейін. Қазір. Не? Суық тигізіп алған жоқсыз ба? Мүмкін дәрігер кемді шақырармыз. Қайдағы суық тиген? Көлік дайындаңдар. Мектепке кетуім керек. Тездетіңдер. Бүгін ерте шыққалы тұрсыз ғой. Оқушылар ерте бару керек. Қалай деуші еді? Ерте тұрған еркектің ырысы артық. Онда қызметшілерді жұмыстан шығарайын. Не үшін? Не? Өзің тым кінәмшіл болып кеткенсің бе? Қарапайым болуға тырыс. Иә, ауа райы жақсы екен. Бұл не бәле? Жүмпе. Ай! Қолыма түссін осыдан. Өлтірем оны. Таңертеңнен бері осылай отыр. Бір нәрсеге барынтасымен беріліп кеткенін алғаш рет көріп тұрмын. Байғұс қызда соншама қинаған несі, түсінбеймін. Ойлап қарасақ, ол қыз оны өлімнен құтқарып қалды ғой. Жақсылыққа жамандық деп осындайға қарап айтатын шығар сірә. Қайдағы жамандық?
Бұл ризашылық білдірудің бір түрі. Егер ол оқиға болмаса, оған көзімнің қырында салмас ем. Егер сен қарапайым болсаң, ондай жағдайға ризашылық білдіруді ойламас дедің. Жетер. Джиху жоқ еді. Енді сен ақыл үйреті бастадың ба? Шынымен, қайда жоғалып кетті ол? Оңтүстік теңізге барғаннан бері мүлдем көңіл күйі жоқ. Тағы да махаббат машақат шығар. Сохюн оған лайық емес. Жаным ашиды оған. Егер сол қызды ұнатып қалса, бірден іске кіріспей ме? Жараңды таңып берем де кетем. Чумпио аз болғанда енді Джихуға түскен бе? Мына қыз өз-өзіне ор қазып жүр. Айлакерін қараш, нағыз қу түлкі ғой өзі, қу түлкі. Ештеңеден тайынбайтын сияқты. Оған не істеуге болады? Сымырай, не істесек екен? Ей! Сағат неше болғанын білесің бе? Жүзу жаттығуларын өткізіп алмауың керек. Сені топтан шығарып жіберем. Түсіндің бе мені? Екеуінің кездесіп жүргеніне біраз уақыт болған сияқты. Джихудың Кымчандиге қамқор болып жүргені бекер емес, сондықтан жақын достардың арақатынасы сол қыздың кесірінен суып кетуі мүмкін. Енді түсінген шығарсың. Мысалы, Кимчандиді алайық. Бір қарағанда аңқау сияқты, ал шын мәнінде нағыз сұр жылан. Жап аузыңды.
Енді бір сөз айтсаң, мойныңды үзіп алам. Жақында ғана сатып алып ем. Күткен адамыңды көрмеген соң көңілің түсіп кетті ме? Көжімпе, мұнда не қып жүрсің? Несі бар? Маған келуге болмай ма? Әлде осы жерді екеуің жалдап алып бедіңдер? Қайда барасың? Үйге барам. Сенімен сөйлескім келмейді. Ал мен сөйлескім келеді. Не істеп тұрсың? Сенімен сөйлескім келеді деймін. Тарт қолыңды. Қалай дәтің барды? Мені мазақ қып жүрсің бе? Өзің не деп тұрсың, а? Жібер. Өзіңе жылы қарағамды пайдаланып, мазақ қылмақсың ба мені? Есіңде болсын. Мен өзім тапқанды басқа біреуге беріп, жай барақаты отыратын адам емеспін. Өз олжамды ешкімге бере алмайым. Осыны біліп қой. Не істеп тұрсың? Керек емес, қой деймін, болмайды. Жоқ! Соншалықты жеркенішті ме? Кім Жанди? Мектепке бармаушы ма едің? Бармайым. Сені сабау керек пе? Сабасаң да мейлі, бәрібір бармайым. Ұра бер. Не болған саған, а? Бармайым дедім ғой. Барғым келмейді. Мектепті жеркемнің шүкірі көрсін. Егер мені өлтіргің келсе, сол мектепке зорлықпен апар. Бармаймын. Болды, жетті. Не? Бүгін демалыс емес пе? Бір жігіт мынаны әпкеңе апарып бер деді. Не бұл? Бұл не өзі? Сауық кешіне шақыру. Не? Сауық кеші ме? Сауық кеші ме? Сауық кеші ме? Біздің Жандиге мектептің ақсүйектерінің есігі ашылыпты ғой. Қымбаттым, келші құшақтайын. Болды, қане шығыңдаршы. Өзіме бер. Қымбаттым әлі ерте ғой. Көйлек қымбаттым. Көйлек? Мені кешір, Жанди. Әкеңнің бейшаралығы сонша саған тәуір көйлекте сатып ала алмады. Иә, бұл кедейлер тұратын аудан ғой. Сондықтан лайық ештеңе таба алмадық.
Ханбокты киюге болмай ма? Қалай ойлайсың? Қазір киім ондайды. Болашақ күйеу баланың ата-анасына сәлем беруге бара жатқан жоқ қой. Әдетте сериалдарда осындай кезде ханзадалар келіп, қызды алып кетеді, және өздері киіндіреді. Сәлеметсіздер ме? Бұл Мин Сохьяннан Ким Чандиге сәлемдеме. Мин Сохьян? Қане, жарасама көрші. Көрші дейм. Қане? Түсірші. Соңғы көрмеге неге шақырмадың бізді? Шақырам деп уәде етіп едің ғой. Иә, маған да солай деп еді. Ал сен кіммен бірге келдің? Қасыңда ешкім жоқ сияқты. Онда екеуміз бірге болайық. Неге сенмен бірге болады? Мен бармын ғой, жібер. Оған жолаушы болмаңдар, жібер дейм. Тоқтаңдар. Қойш. Сүйіктім. Тым кеш келдің ғой. Неге кешіктің? Мұнда қайдан жүрсің? Мені Сохьян шақырған соң келдім. Киім дүкенін тонағаннан соңмысың? Өткен жолақ байқап едім. Ким Чандиді сәнді киіндіріп қойса, өте әдем бола қалады екен. Дұрыс айтасың. Өте дұрыс. Бүгін осында қыздардың арасында ең сұлуы сен. Қайдағы сұлу? Тырнаны қанша боясаң да, аққу болмайды. Кучумпио. Кучумпио. Тілің мірдің оғындай ғой. Туған күнің менен, туған күнің менен, туған күнің мен Сохьян, туған күнің менен. Жиырма жасқа толуымен құттықтап, осы қуанышымды бөлісуге келгендерің үшін барлығыңа ризашылығымды білдірем. Тәрбиелеп өсірген ата-анам және қанша кемшілігім болса да, мені жақсы көретін достарыма ризамын. Осы кешті пайдаланып, сендерге бір жаңалық айтқым келіп тұр. Өздеріңіз білесіздер, әдетте мұндай сауық кештерін ұйымдастыра бермеймін. Ал Джуху қайда? Екеуін неке қидыруға келіскен шығар? Алдағы аптада Парижге кеткелі жатырмын. Мұнда қайтып оралмауым да мүмкін. Мен модель бизнесін тоқтаттым. Не айтып кетті? Сүйікті ата-анамның арқасында өмірдің қызығында көрдім. Енді ондай артықшылықтың барлығын осында қалдырып, өз қызметіммен өмір сүрмекпін. Олардан көмек те сұрамайым. Үлкен әлемге қанат қағып, жаңа қуаныштарға, жаңа сезімдерге бөленсем дейм. Кейін әртүрлі әңгіме айтылып жүрмес үшін, осы жоспарымды өздеріңізбен бөлісейін деп ем. Бәріңізге бақыт тілеймін. Келгендеріңізге көп рахмет.
Сохён әдемі кетуді біледі. Бұл туралы Жиху біле ме екен? Соңғы кездері не үшін жабырқап жүргені енді түсінікті болды. Жоспар жақсы. Бұған сөз жоқ. Бірақ Жиху не істейді? Сәлем. Мұны әлі сақтап жүрсің бе? Демалысты бөлек өткізген жыл есіңде ме? Ұмытпаған екенсің ғой. Бәрі сол кезде басталған жоқ па? Сен мені әпке демейтін болдың. Сонда не болды екен маған? Жиху, ренжіп қалған жоқсың ба? Өзімді айдалада жалғыз қалғандай сезініп тұрмын. Мен сені ешқашан тастап кетпеймін. Білемісің? Алдама. Егер алдайтын болсам, басқа қыздарға көз салғаның үшін сонша қиналмас едім. Не айтып кеттің? Ана қыздың алдынан жүгіріп шыққаныңда менің жүрегім сыздап кетті. Қызық жағдай. Қазір әзіліңді тыңдайтын шамам жоқ. Бір жағынан риза болдым. Өйткені сен нағыз жігітке айналыпсың. Бос сөзді ғой. Өз қалауыңмен өмір сүре бер. Өзіңе тым жақындатпадың, алыстатқың да келмеді. Сен үшін жай ғана ойыншық боп келгенімді енді түсіндім. Енді сені жоғалтсам, өмір бойы өкініп өтерімді білдім. Қайсымыз көбірек қиналар екенбіз? Мен қашаннан бері тек сен ойлаймын. Қашан сені көкірегіме қысып, аймалар екенмін деп армандаумен келемін. Мен еркекпін ғой. Білем. Кешір мені, Жиху. өтінем кешірші. 그땐 너무 당연한 듯 오늘 내게 안부를 묻네요. 난 그저 잘 지낸다 했죠. 그댄 정말 날 너무 모르죠. 아직 그댈 생각해요. 그댄 아마 알지도 모르죠. Егер осы жерде талқыласаң, ыңғайсыз жағдайда қаласың. Ондай қыздың бейнесі жараспайтынын өзіңді білесің. Солай ма? Кімді айтасың? Чанди, келдің бе? Неге кірмей тұрсың? Мен тек... Қалай десем екен, саған рахмет айтқым келген еді. Рахмет саған. Сауық кеші көңілсізде өтіп жатыр ма? Екеуміз қыдырып қайтқалы тұрмыз. Бізбен бірге барасыңдар ма? Не? Жоқ. Біз басқа жаққа барсақ деп. Біздің кім? Екеуміз. Бізде машинамен қыдырып қайтайық деп шештік. Қалай қарайсың? Я, қыдырамыз. Сөйткелі тұрмыз. Жарайды, Сохён, көріскенше. Кейінірек жолғарымыз. Жақсы. Кеттік.
Иә. Осы жол қарызымнан құтылған шығармын. Қандай қарыз? Бассейнде мені құтқарып қалып едің ғой. Суға батып бара жатқан адамды әркімде құтқарады. Сол да сөз боп па? Онда қалай? Кері қайтамыз ба? Қарызыңның 10%-ын ғана қайтардың деп есепте. 50%-ын. 25. Қандай жақсы. Қызық, бізден басқа ешкім жоқ емес? Бәрін қуып жібергем. Не үшін? Өйткені бұл дәмхананы таңға дейін сатып алдым. Сондықтан жаның не қаласа, соның бәрін істе. Ал жаным не қалауы мүмкін? Жылағың келсе жыла. Даусыңмен шыңғырам десең де өзің біл. Егер біреуді сапап алғың келсе, көшеден бір адам ұстап әкелейін. Мен неге өйтуім керек? Әлгінде Жиху мен Сохионды бірге тұрғанын көргенде жүрегің тоқтап қала жаздады ғой. Сол ма? Сен де айтады екенсің. Мені Сохионмен салыстыруға бола ма екен? Ондай сұлу да, ақылды да емеспін. Бай әулеттен де шыққан жоқпын. Иә, мүсініңде ондай мінсіз емес. Мінезіңде қыңыр. Әрине. Мен сияқты қыңыр қыз біреуді мен Сохионнан қалай қызғанады? Ондай бақталас болу ойыма да кіріп шықпайды. Айтқаныңның бәрі дұрыс. Бірақ бақталас болуға да мүмкіндігің бар. Сен лайықсың. Не? Егер Жиху әу баста Сохионды емес, сені кездестіргенде, міндетті түрде сен таңдар еді. Бұған күмәнің болмасын. Рас па? Ал мен, Кучумпио, сені мойындағандықтан толық мүмкіндігің бар. Соны ешқашан есіңнен шығарма. Қазір сыртқа шығып келейін. Ыстықтап кеттім. Тамағым құрғап барады. Су ішейінші. Бұл бір қызық болды ау. Әй, химиялық тазалаушы. Тұрсаңшы. Бұған не болды? Міне қараңыз. Осының бәрін шық қойды ма? Иә. Қане, оян. Ей, бойжеткен, оян дейім. Қане? Бойжеткен? Иә, мен бойжеткенмін. Кәдімгі еш ерекшелігі жоқ қызбын. Сен не дедің? Отбасым, ақылым, сырт келбетім. Бәрі төмен бе? Өзім де білем, сезіп те жүрмін. Сен айтпасаң да жақсы білем. Ей, сен күшік білесің бе? Күшік? Жоқ.
Қазір бұл туралы ойлауға уақытым да жоқ. Шынына келсек, менің қолымда тимейді. Әрине, ылғи ақсүйектердің балалары оқитын мектепте елден ерек болып, шырайлы көрініп тұрам. Әкем ақшасын жерге шашса, соның орнын мен толтыруым керек. Оқудың ақшасын төлеп, мүсінім бұзылмас үшін бассейнге барып тұруым керек. Білесің бе? Білесіңдер ме, мырзалар? Сендердің ғашықтық ойындарыңа уақыт жоқ менде. Солай. Сен не, массың ба? Ей, тентек қыз! Қане, тұр! Қане! Ал бүгін қатты жабырқап отырмын. Жүрегім сыздап барады. Ей, сен! Кучумпё! Сен жақсы адам емессің. Жарайды. Бүгін көңілім көтеріңкі. 50% болса, 50% болсын. Ажалдан алып қалғаның үшін қарзыңның тең жартысын өтедің. Көп рахмет саған, Кучумпё. Бүгін мені құтқарып қалдың. Бұл үшін мен ештеңе төлей алмайым. Бірақ мұның не сенің? Не істедің? Қайырымдылық аукционы. иісі қандай күшті. Мынау қымбат нанның иісі ғой. Я, тура ит сияқты иісшіл екенсің. Не болып қалды? Мұнда қайдан келдім? Өйткені мен алып келдім. Сондықтан сұрап отырмын. Неге өз үйіме апармай осында келдің? Сен не, ұмытып қалдың ба? Мына костюм әлемге әйгілі Альмирада Чени брендінің безендірушісі Йошигучи Кензидің көктем мен жазғы маусымдарға арналған коллекциясына қойылған. Миландағы көрмеден сатып алынған. Бағасы болды, жетер. Есінен тандырайын деп пе едің? Қазір сенің киімің туралы тыңдайтын жағдайым жоқ. Кеше киген киімім ғой. Сенің кеше киген киіміңде менің не жұмысым бар? Айтшы! Бұл костюмды кеше алғаш рет кигем. Біреудің арқасында соңғысы да сол болды. Енді есіңе түсті ме? Сондай жағдайда әрине менің үйіме келеміз. Әлде саған бару керек бет? Кешір. Әке шешеңе өзім хабарладым. Хатшы қыздың айтуынша, олар соншалықты ашуланбапты. Ал мен қайтайын. Зияным тигенім үшін кешір. Кешір. Көңілің алма.
Қошайын, не боқ болды? Сіздің апаңыз, апама не болыпты? Осында келіпті дейді. Келіп пе? Неге ертелетіп жүр? Ал чемпион қайда? Екінші қабатта. Осы салтанатқа ол да қатысады, бір жаққа кетіп қалмасын. Жақсы. Қайда барамыз? Жүр. Жағдай қиын боп тұр. Не? Мыстан қайтып оралды. Қазір химиялық тазалаушы менің бөлмемде. Үйден қалай шығаруды білмей тұрмын. Не? Чемпион көріп қойса біттің ғой. Онда құрыдым дей бер. Баласының бөлмесінде бейтаныс қыз түнеп шықты десе, оның не дейтінін білетін сияқтымын. $1000 бәстесем, ертеңнен қалдырмай чемпионы Аляскаға аттандырады. Сенімдімін. Ал мен 3000 тігемін. Мүмкін ол киллер жалдайтын шығар. Рас па? Соншалықты қатал адам ба? 6-шы сыныпта жүргенде лагерден қашып кеткеніміз есіңде ме? Сонда анық өлтіретін шығар деп ойлап едім. Қозғалмаңдар! Бонжур. Түрің жымиып тұрса болды, бәрін істей алам деп ойлайсың ба? Естуімше сені Виде Буттың Кореядағы сіңілісі дейді. Не дейсің? Қане тезірек айтшы. Нені? Айт деймін. Маған сенің осындай түрің ұнайды. Сеулден ұсыныс түсті. Жетім балаларға демеуші болуымызды өтінеді. Бас тартамыз. Білім және адам ресурстары министрлігі де ұсыныс жолдапты. Шинхуэ университетінің бір студенттер демеуші болыңдар дейді. Бас тартамыз. Чемпион кетіп қалған жоқ па? Жоқ. Сәлеметсіз бе? Мынау кім? Сәлеметсіз бе? Менің қонағым, оған алаңдамасаң да болады. Біздің үйге келген адам менің де қонағым. Солай емес пе? Мен... Ол біздің досымыз. Дос? Иә, біз бірге оқимыз.
екінші курсты бітірді. Қалай десек екен, біздің төрттіктің еркесі. Солай десек те болады. Ал кімнің қызысың? Мен... Әкең немен айналысады? Менің әкем... Бизнеспен айналысады. Рас па? Ол қандай бизнес? Киім... Жоқ, сән үлгісін көрсету бизнесі. Өз ортасында өте танымал адам. Қызық екен. Мүмкін біздің бүгінгі аукционға қатысарсыз. Жоқ, ол сатып алушы емес. Өзінің жаңа коллекциясын көрсетуге дайындалып жүр. Иә, сондай. Анаңыз өте сұлу болар деп шамалап тұрмын. Ол немен айналысады? Ханым, қонақтарды қарсы алатын уақыт болды. Чемпио төменге түсіп өз орныңа отыр. Сендер де жүріңдер. Осындайда көмектесіп жіберіңдер. Әрине. Енді не болады? Неге өтірік айттыңдар? Ал егер біліп қойса ше? Шындықта? Сонда қалай? Әкем кір жуумен айналысады демекпісің? Онда сен ғана емес. Бүкіл отбасыңда арылмас бәлеге қалатын еді. Бір рет жақпай қалсаң бітті, қыр соңыңа түсіп алады. Бұл қалжың емес. Сен апаңа тартқан екенсің. Жаңа коллекциядағы бұйымдарды бұндай аукционнан жиі көре бермейсіздер. Мұқият назар салуды өтінем. Сіздерге ұсынылатын бұйым спортшы Пак Тхехванның суға сүңгігенде киетін көзілдірігі. Өтінем, назар аударыңыздар. Пак Тхехванның көзілдірігі? Сонымен 500 мыңнан бастаймыз. 1 миллион. 1 миллион бар. 2 миллион. Міне, бір адам 2 миллион вон ұсынды. 7 миллион. Ана мырза 7 миллион ұсынды. 7,5-ға жеткізетін ешкім жоқ па? 8 миллион. Міне, 8 миллион. Ал 8,5-ға кім көтереді екен? Қане, тағы кім бар? Қане? Тыңдап тұрмын. 10 миллион вон. Өте жақсы. 10 миллион. Жаңағына бір кісі телефон арқылы 10 миллион төлейтінін хабарлады. Тағы көтергісі келетін адам бар ма? Қанекей, егер тілек білдіруші табылмаса санаймыз. 1, 2, 3. 10 миллион вонға сатылды. Сонымен, аукционымыздың келесі тауарына ойсайық. Бәріңіздің назар аударуларыңызды өтінем. Міне келе жатыр, біздің келесі тауарымыз жас болса да керамика шебері деп танылып жүрген Зои Джонның жаңа туындысы. Ал енді аукционға Кужумпио мырзаның әйгілі шебер Фабионның қолымен тігілген костюмы шығарылады. Бұл костюмның артықшылығы мамықтай жеңіл. Үстіңізде бар жоғын тіпті сезбейсіз. Өте керемет. Қанекей, енді 10 миллионнан бастаймыз. Қане, кім бар? Көтеретіндер бар ма? 10 миллион вон бар. Қане, ары қарай жалғастырайық. 15 миллион вон. Тағы кім асырады? Қане, көтеріңіздер. Е, міне, 20 миллион.
Керемет. 25 миллион. Жарайсыздар. Неғып тұрсың? Жүр кеттік. Қазір сенің кезегің. Тағы кім бар екен? Жоқ, мен шыға алмаймын. Қанекей, 장점을 갖고 있습니다. 자, 2천만 мен сізді тыңдап тұрмын, не айта беріңіз. 3천 Тағы да көтеретіндер бар ма? Қанекей? 30 миллион. 아주 Керемет. 30 миллион вон. Жоқ, шыға алмаймын. Тағы да кім бар? Иә, лимонға тән сары тіс сұлулығыңызды одан әрі айшықтай түседі. Ал алтын жапырақтар мен әсем тастар қоғамдағы орныңыздың жоғары екенін айтпай-ақ білдіріп тұр. Әйгілі шебер Белл тіккен жаңа көйлек. 10 миллион воннан бастаймыз. Міне, 10 миллион вон бар. Тағы қандай ұсыныс бар екен, Қанекей? 15 миллион. Чемпионның тәртібі жақсы ма? Тағы кім көтереді? Соңғы кездері тыныш. Мектепке де қалмастан барып жүр. 25 миллион. Ана қызды танитын бе едің? Тағы көтеретіндер бар ма? 신작 드레스 아름다운 25 миллион. Шынымен әйгілі батыр қызды көріп тұрмын ба? Кездескеніме қуаныштымын. Мен оны етерген жоқпын. Рас айтып тұрмын. Джон мырза, Иә ханым, 3천 Шинхуа мектебінде оқиды екен. Бар білетінім сол ғана. 나미비아 난민돕기 ата-анасы кім екенін біліп беріңіз. 일에 사용하실 수 Жақсы ханым. 좋은 느낌의 밸런스 Алтын жапырақтар мен әсем тастар қоғамдағы орныңыздың орнын айтпай-ақ білдіріп тұр. Әйгілі шебер Белл тіккен жаңа көйлек. Рас па? Шынымен атақты Пак Тхэхванның өзі таққан көзілдірік пе? Не? Қалжыңдап тұрсың ба? Чанди, адам сенбейді ғой бұған. Шынымен де адам сенбейді. Неге? Пак Тхэхванның көзілдірігі. Оны 2 миллион вонға сатуға болады. 2 миллион вон! Бір ғана көзілдірік үшін 2 миллион вон! Сатып жібер, дереу сатып жіберейік. 2 миллион вон деген көп ақша ғой. Жоқ, қанша тұратынын білесіңдер ме оның? Сондықтан оны бұл деген айттым ғой сендерге, бұған баға жетпейді. Сатуға болмайды. Әй, сат дейм, сат. Ол 2 миллион тұрады. Маған салса 20 мыңға сата салатын едім. Ал сен қайдағы жоқты айтасың? Иә, Бірақ бұл бәрін бірдей сатуға болмайды ғой. Білмеймін. Қайырлы түн. Мен кеттім. Әй, тоқта дейм. Әй, тоқта. Қайда кеттің? Тоқта. Чанди! Әй! Болды, мен кетем. Рахмет саған. Не? Естімей қалдым. Рахмет. Не дейсің? Рахмет дейм. Егер ризашылық білдіргің келсе, дұрыстап айтпайсың ба? 하여간 Тым өрге көрек адамсың. Бәрін естіген екенсің ғой. Сол айтқанымды қайтып алдым. Не? Ризашылық білдіргенімді қайтып алдым дейм. Адамның бүйтіп тез өзгере қалуы мүмкін емес шығар деп ойлап ем. Кеттім мен. Химиялық тазалаушы. Не? Тыңда, мен жоқта ішімдік ішіп жүрме. Үй, сен...
Сохион, мұнда қайдан жүрсің? Мектеппен қоштасып кеткім келді. Жолға шығар алдында өзіңе жолығып кетейін деп едім. Кездескеніміз жақсы болды. Мектеппен қоштасу дейсің бе? Шынымен қайтып келмейсің бе? Солай шығар. Қашан кеткелі жатырсың? Ертең. Неге жылдам? Дұрыстап рахмет айтып өлгермеп едім. Сені қанша рет әуреге салып қойдым. Егер соны айта берсең, жаныңды ауыртасың ғой. Мен мұны бірден түсінгем. Джиху сенімен сөйлескенде үнемі жымиып отырады. Сохион, мені... Чанди, саған не болды? Мен сенмен таныспай тұрып-ақ, одан көп уақыт бұрын саған сыртыңнан қызығатынмын. Сондықтан не үшін кетіп бара жатқаныңды мен түсінбей отырмын. Бірақ сенен бір өтінішім бар, жалынып сұрайым. Кетпеш, өтінем. Тұр, Чанди. Әрине, сенен бұны өтінуге хақым жоқ. Мұны түсінем. Бірақ егер өтініш айтсам, онда мен... Осының бәрі Джиху үшін бе? Мен Джиху туралы ештеңе білмеймін. Бірақ сені қалай құрметтейтінін жақсы білем. Сен ол үшін қымбатсың. Соңғы кездері ол ылғи жабырқап жүреді. Сирек күлетін болды. Күлген кезде бір қарасам болды. Жүрегім елжіреп қоя береді. Оны тек сен ғана күлдіре аласың. Әпке, кетпеш. Егер сен кетіп қалсаң, онда Джиху ешқашан солай күле алмайды. Солай ма? Кетпеш, өтінем. Тұр, Чанди. Не істесең де, не істемек болсаң да, менің ойымша шешім қабылдау деген шетелден зат сатып алумен бірдей. Сол сәтте өз-өзіңе бекем болмасаң, кейін өкінесің. Ал өкініштің қалай жанға бататынын менен артық ешкім білмейді. Джиху, ол да мен үшін қымбат. Мені қимайтынына да күмәнім жоқ. Бірақ менің өкінгенімді оның көргісі келмейтінін жақсы білем. Ал сен қалай ойлайсың, Чанди?
кешір. Олай деме. Керісінше осы туралы айтқаныңа қуанып отырмын. Рахмет саған. Көп рахмет. Сохьон. Тоқтай тұршы. Бұл маған ба? Айтып едім ғой, қыздар үшін ең бастысы аяқ киім деп. Осы аяқ киім сені жақсы жолға бастасын деп тілеймін. Сенен бір өтінішім бар, Чанди. Джиху оны қайтадан күлетіндей етуге тырысшы. Неге өйттің сен? Сонша өзіңді кіммін деп жүрсің? Оған сондай өтініш жаса деп кім сұрады? Өтініш емес, жалыну. Әлде өз-өзіңді қадірлеуді де білмейсің бе? Бұл менің өз қадірімді білмеуден емес. Сенің қиналып жүргеніңе жаным ашығандықтан, мен сені өліп қалама деп ойладым. Сен қатты қиналып жүрсің. Ал саған бәрібір емес пе? Не жұмысың бар менде? Кет енді. 3-ші бөлімнің соңы. Фильм 100% қазақша жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің тапсырысы бойынша аударылып дыбысталды. 2019 жыл. 금잔디, 너 나랑. 안 돼! 말도 안 돼! 어머니, 아버지. 진짜 때려주셨습니다. 신화그룹 후계자라며. 다음 비행기야. 너란 아이를 알게 돼서 다행이야. 우리한테 자유는 오직 연애 한정이야. 최종 선택권은 부모님한테 있다는 거 잊은 건 아니지? 니들은 입으로만 남자 만나야 하는 거야? FT 부승표란 사실이야? 근데 속이는 건 우리 모두를 속인 거나 마찬가지야. 금잔디, 난 이제부터 네가 누군지 몰라.